Нағашы апамның қолына жазы күні баратынмын. Міне, сол Зағипа әжем үнемі келген сайын біздерге, яғни жиендеріне, құлдық қылайындар, келдіңдер ме? Қызымның баласы балдан тәтті анасы. Сенің шешелеріңді қатты жақсы көремін ғой. Аналарыңды сыйлаңдар. Ана біреу, ал әкенің жақсылығы жездедей-ақ дей береді. Баламыз ғой, көп сөздің парқына түсіне бермейміз. Апа, осы сондайыңыз жаман, үнемі жұмбақтап сөйлесіз. Сонда қалай? Біздің папа мен Шымыр жезде екеуі бірдей ме? Дейміз Айгүл әпкем екеуміз. Я, деп тарс етіп жауап бергенде ойланып қалдық. Әжемнің әңгімесі үнемі жатар ұйқыға масаханада жатқанда басталады. Жан-жақтан жиналған 10 шақты немересін жинап алып, әңгіме, ертегі, қисса дастандарды айтып беруден шаршамайды. Ал біздер аузымыздан сілекейіміз ағып, ұйқыға кетеміз. Көзім талып бара жатса да, әжемнің әңгімесін аяғына дейін тыңдап барып ұйықтаймын. Бағана сен екеуіңе неге аналарыңды сыйлаңдар деп айттым, білесіңдер ме? Қазір мен көрші ауылда болған оқиғаны айтамын. Кішкене қорқыныштылау, деп бастады әңгімесін. Қорқыныштылау дегеннен барлығымыз жапа-тармаға әжемнің жанынан орын алуға тырыстық. Ай, тұқымың шашырылғыр-ай, менің жүрегімді езесіңдер ме? Әрі жатыңдар, деп зілді дауыспен айқайлады. Оны тыңдайтын біз бе, одан бетер әжеміздің ішіне тығыла жөнелдік. Сөйтіп кішіміз апамның жанында, ал үлкендер шетінде жататындар болып келістік. Әжемнің біздерге ренжитіндер бар. Дала қапырық, аспан айналып жерге түсетіндей. Ал масахананың іші одан бетер. Оған онымыз жабылып шүйкімдей әжемізді қаумалап аламыз. Жайғасып болдыңдар ма? Деп нағашы ажам. Жайғасып болдыңдар ма? Деп нағашы апам күліп алды. Біздер болсақ дымымыз ішімізде, құлағымызды түріп, тыңдауға дайын екенімізді білдірткендей басымызды шұлғып қоямыз. Айдың сәулесі мен жымыңдаған жұлдыздарға қарап қоюды да ұмытпаймыз. Ал ендеше тыңдаңдар. Бір еркектің әйелі қайтыс болады да, соңында 4 жасар қызы қалады. Содан жаңағы еркек 1 жылдан соң үйленеді. Келіншегі өгей қызды көрген күннен бастап жақтыра бермейді. Бір күні жаңағы қыз әкесіне жылай бастайды. Жұмысқа кетпеуін өтінеді. Оны тыңдайтын әке ме? Не болды деп күліп сұрайды. Бірақ келіншегі сөзге айналдырып, қызға кәмпит беріп, арғы бөлмеге апарып ұйықтатады. Бір ай өтпей қыздың өңі сарғайып қоя береді. Әбеті жоқ, тек ұйықтағанды ғана жөн көретін болды. Баяғыдай әкесінің мойнына асылып ойнауды да қойған. Содан әкесі бір күні жұмыспен алыс сапарға кетеді. Бірақ құжатын ұмытып кетіп, үйіне қайта оралады. Есіктен кіре бергенде қызының құлындаған дауысы шығады. Мама, салмашы, ауырады, деген. Жәймен есіктің сыртынан қараса, келіншегі қызының құлағына банкіде тола жатқан есек құрттарды салып жатыр екен. Ашуға булыққан ол далада жатқан балтамен келіншегінің қақ маңдайына жібереді. Ал қызын құшақтай алып ауруханаға апарады. Бірақ жыбырлаған құрттар қыздың бүкіл денесін жайлап алған екен. 2 күннен соң қыз көз жұмады. Өгей шеше ана болмайды. Осыны ұғыныңдар. Аналарыңның тілектерін тілеп жатыңдар ұйықтар алдында, деп аяқтады әжем әңгімесін. Сол күні түнімен анашымды сағынып, үйге қайтқым келіп жатты. Жастыққа тұншығып жылап, жымыңдаған жұлдыздарға қарап жатып, қалайша талықсып ұйықтап кеткенімді байқамай қалдым.